жүре бердік. Жоқ, құдағи өзіңіз. Ал енді кеш жабық. Құрметті құдағайлар, және Тамадай кеткенде бір көрген біліс, екі көрген, бір көрген Біліс, екі көрген. үш көрген туыс болып кетті. Үш көрген туыс болып кетті. Біздің енді бұл бірінші қызымыз, тұңғыш қызымыз, енді волнение бар. Сонда біз стараемыз енді білдіртпеуге. Сол енді бір жақсы енді қызымыз жаман деп келген жоқ. Жыламан дедіңіз ғой? Құрметті құдағайлар, біздің туыстарымыз бар мұнда. Енді бүгін міне осылай балалардың арқасында туыс болып жатырмыз, уж туыс болып кеттік, енді туыс деп айтуға болады. Енді печатын қойдық, бәрін айттыңыздар, приказ келді, уже бітті келді. Енді міне балаларға тілейтініміз, балаларымыз бақытты болсын, екі жаққа бірдей болсын, үгілі шүгілі болсын, енді махаббаттары баянды болсын, әрқашанда жолдары ашық болып, бармақты бақ дейміз. Енді сіздер уайымдамаңыздар, жыламаңыздар. Жарайды ма? Давай, жыласын дейді. Жыламай дейінші. Жыламаймын, қызым мен жақсы жерде. Моя доча Македонка. Енді қазір кішкене Жарайды. Тұр барыңыз. соңын кішкене Бізге де енді Абылайды бәрі жақсы біледі, кішкентай кезінен жақсы біледі. Абылай үшін бәрі жүгіретін, Абылай үшін біздің үйге бәрі келетін. Абылай деп алыстан даже кім даналар келді, қалай Абылай тойға келмейміз деп. Ешон тоже қалай бауырым тойға келмейді деп. Бәрі келіп жатыр. Енді Айгерім кішкентай кезден оны былай ұстап алады да жүретін. Өзі мынадай. Абылай мынадай. Сонда қызғанатын, бәрі ешкімге бермейтін. Өзі алдына тығып жатыр бірдеңе. Сонда мамам айтады, Гүлапай, қалай біз, вы его нам доверили? Мы сейчас своих детей не можем даже родителям доверить. Соны видеоны көріп бізге сөйтіп айтып, Айгерім, племянницам ағамны. Және кішкентайымыз. Енді мында жақын туыстарымыз бәрі жиналып жатыр. Бәрілеріңізге көп рахмет. Осы міне тойымыз басталды деп айтуға болады. Бәрі сіздердің арқаларыңызда. Ағаларымыз бар, апайларымыз бар, абысындарым бар менің. Бәрі абысын деп айтпаймыз, уже апай ретінде болдық. Негізі бәрімді отырған мен туыстарым ғой. Болған туысы жоқ. Бәрі мен апайларым, ағаларым, солай болып кеттік бәрі. Так что не переживайте. Енді Абылай бәріне ыстық. Абылайдың кішкентай кезінде естелікте қалыпты да. Қазір Абылай үйлене түсіп, ол кішкентай қалай кішкентай, 23-ке толды деп. Сөйтіп бәрі таңғалады. Сөйтіп көз жұмғанша Абылай міне енді оқуын бітіріп, бір күн маман иесі болып жатыр. Жанына міне жары қосылып, жанына өзінің вторую половинку тауып, оған да біз қуанамыз. Бәрі уақытымен, бәрі сәтімен болу керек.
Сондықтан біз оған жыламаңыздар сіздер, біз де жыламаймыз, наоборот қуанайық. Балалар бір-бірін тауып, енді отау құрып жатыр, сол отаулары енді мәңгілік болсын, сол енді ең сондай жолдастардың арасында адал үлгілі семья болсын. Беделді, подсказкалар күшті болды. Сөзім жетпей жатыр. Сол қашты уайымдамаңыздар, бәрі жақсы болады деп сенеміз. Сіздер сенесіздер, біз де сенеміз. Солай ма? Біз ұлға сенеміз, сіздер қызға сенесіздер. Поэтому бәрі екеуі тату болса, бәрі жақсы болады деп ойлаймыз. Сол көп рахмет сіздерге. Балаларыңызды бір ауыз дейік. Ақырет балалар осы келіп, біздің қуанышымызды бөлісіп, біздерге отырып көңіл көтеріп, отырғандар рахмет. Енді байды ойлайсыздар ғой, просто сіздердің көңілдеріңіз жақсы екен. Көңілдеріңізге рахмет. Бірге бөлісіп, бірге билеп, чайымызды, тамағымызды бірге бөлісіп. Кейбіреу келеді бар енді, қамға тиіп отырады. Сіздер ашық, біз сияқтысыздар. Рахмет. Рахмет. Соған рахмет. Абылай десе айтып отырмын, туыстарымыз, апамды жүрген мүмкін, кішкентай кезден бақырып, Айнаш қайсы? Айнаш кезінде Абылай жылап, еттің исін жылайтын, ет жейді. Абылай сол Айнаш сол үшін базарға барып, Айнаш анаған қойдың қарғысыздар ғой. Ана пісіріп, ана Айнаш беріп. Сол енді осы мына балаларды, бауырларым бәрі, ағаларым бәрі, мен өндірсе апайларым бәрі өліп қойды. Білмейді неге? Бірақ өліп қойды. Мен соған рахмет, біздің осы тойды көндеріп, бұл кісілерді айтып ғой, осы тойдың арқасы қойды, ифтарда бәрін көтеріп, бәрін рахмет. Осы ойнап күліп, бірімізге қонақ, бірімізге сыйлы туыс болып, қуанышымызды бөлісіп, жақсылығымызды бөлісіп, жамандығымызды енді өмірде былай ғой, жақсылық. Қиын кезде бірімізді жанымыз, жақсы кездердің бәрін бірге ойлап, осы ойнап тұрып жүре берейік, бірімізді тіреп, сыйлап. Қазіргі заманда не керек? Түкегі жоқ. Адамды ақырындап тресинг болып, олар түкегі жоқ. Адамды поддержка беріп, ақырындап сыйласаң болады. Қолынан келсе көңіл түсесің, қолынан келмесе саған ешкім ренжімейді. Қазір замансың. Сондықтан бірімізді сол көтеріп, көңіл түсуге әлі жетсін. Бірімізді сыйлағанымызды енді сыйлап жүре берейік. Бәріміз адам болайық, ағам болайық. Бәрімізге денсаулық тілеймін, мына кісіге бәрімізге денсаулық тілеймін. Насип ойнап күліп, бізбен бірге осы қуанышта дастарханда отырғандарыңызға рахмет. Шыдағанда мен түсінемін, сіздерге біраз ауыр ғой енді. Неше сағат. Енді осы жүре берейік. Бірімізде өмірде бетімізден кіріп кетпесін. Біріміздің өмірде солай Құдайдан құшақтасып ойнап күліп, біріміз сыйлап жүре берейік. Кешіріңіздер, бір исторический момент айтайын дедім. Негізі Абылайдың апасы өзі денсаулығы келмеді, сосын Абылайды енді өсіріп жеткізіп, не талмады, но жанында болды. Енді мына ары өсіріп жеткізген менің мамам Абылайды, нағаш апасы. Енді бәрі жатқызды сол мамамдар. Көп рахмет, анасымен Абылайды өсіріп жеткізіп, тәрбие беріп, бір күні мамам неге қонаққа келіп қалды. Сосын енді сабақ қарау керек қой Абылаймен. Біз қазақша нашар білеміз, сосын Абылай бізге ұрсып, сендер неге қазақша білмейсіңдер? Апашқа звонит, апашқа апамайды. Сөйтіп, апасының арқасында өсіп, осылай тәрбие көріп, биіктерге жетіп жатыр. Прикол айтқан жоқ, бір күні прикол. Абылай үш оқи ма, 37 мектепте апасы алып кетеді ғой.
ол белгіден шығады, апасы жоқ, шығады да автобусқа отырып та үйге кетіп барады. Біз сепарсион тұрамыз. Кетіп барады, апасы мектепке барады, ол жоқ. Апасы хай бар. Тұрып алып кетіп қалған бала. Сіз неге жаттап алмайды? Мен басын арасым. Айтын мен автобуспен апасы алып келе жатыр. Бәріне звондап, айқай шу. Бүкіл семеттікке тұрғызып еді. Енді бәріне тағы да рахмет. Неше рахмет деп айтсам да, шындығында разы болады. Егер шынында рұқсат болса ғай, жаңа айтады ғой, мына қаланың татулығы, міне жаңа айтып жатыр тілек, осы бірліктеріңіз енді мына ең